Мына женси шалбар. Осы женси шалбардың, мына белдік, мына жерді қайшымен қиып тұрып шетелде көрсетті. Мына белдік келетін жер бар ғой, міне белдік. Осыны айтамын деген. Міне. Есіме енді түсті, женсиім не тұрдық қойып. Мына белдік келетін жерді қайшымен қиып көргенде, мына жерде Қытайлар ұнтақ салады екен. Белдікке ұнтақ салады. Ол ұнтақ не? Мына белбеу өтетін, мына белдік бар ғой. Сонда мына белбеу тұратын мына жер бар ғой, міне. Мына жер. Белдіктің міне. Осыған ұнтақ салады екен. Осыны қайшымен қиып тұрып, белбеу өтетін жерді тексерген кезде ұнтақтар шығады екен. Көк женсиден көк ұнтақ, қара женсиден қара ұнтақ. Көрдіңіздер ме? Бұл не қылған ұнтақ? Бұл еркекті белсіз, әйелді бедеу қылатын, ұрпақ сүйгізбейтін, жыныстық қабілетті төмендетіп жіберетін, тіпті құртып жіберетін, рак қылып жіберетін, ауру қылып жіберетін, тіпті кейбіреуінің құрамынан радиациялық, анау атомның қару жасайтын уранның қалдығы бар, топырақ сияқты заттарды, соның жаңағы құрамды ураны бар заттарды қосып. Ал оны қазақ дей болады. Бізде оны шекарада тексеріп жатқан маман бар ма, ақша берсе болды, кіргізте бер. Ал содан міне қазақтар ауру, қырғыз ауру, өзбек ауру. Неге? Қытайдан кірген матаның құрамында біздің ғылымымыз білмейтін, білсе де оны тексермейтін сұмдық бәленің барлығы бар. Сондықтан ат басындай алтын берсе де Қытайдың тауарын алмаңдар. Қытайдан кірген алманы жемеңдер. Анау қыстың күні жаңа жыл бар, ана береке мына үлбіреген бір тал құрты жоқ алма тұр ғой, жемеңдер. Өзіміздің сол ана құрт мүжілген, тесік болып кеткен өзіміздің Алматының, Қазақстанның алмасы керек. Ана Қытай бөкіл киген шалбарыңа дейін у қосып отыр. Шалбарыңа дейін. Қытайдан алған үтікте GPS орнатқан, тыңдағыш орнатқан. Ол үтік нені тыңдайды? Сен киім сал үтіктейтін кезде зарядталып, сосын тұрады, бос тыңдап тұрады. Заряд азаяды, екінші зарядтан зарядталып тұрады. Ол үтіктен не тыңдайды? Үтіктен не тыңдайды? Сен картоп туралы айтасың, Алтын Ордада картоп сатушысың ба? Жоқ, сен саясат туралы айтасың ба? Мен мына қалалық мәслихатқа ұсынғалы жатыр. Ана үтік бірден жоғарыға хабар береді. Мынау саясат керек. Мынау картопшы екен, мынау парникші екен, мынау тауар сатады. Ол тауар сатады, мысалы сен женси шалбар сатасың, мысалы сен киім. Сенің экономика туралы ақпаратың ол да барады. Экономика туралы ақпаратың ол да барады. Ал ана үтік бүкіл әлемдегі сол сияқты үтік барған жерді Қытай спутникпен көріп отырып, сол жердің халқының бүкіл сөзін компьютер, жасанды ақыл парасат арқылы тыңдап отырады. Саясаткерлерді бопсалайды. Оның қатыны неше түрлі өсекті жіберіп жатыр үйде отырып. Бопсалайды. Қандай әлсіздігі бар. Қай жерінен сатып аламыз. Оның қарсыластарын бопсалайды. Міне әңгіме қайда жатыр. Бұның барлығы қазір жасанды ақыл парасат дейтін нәрсемен істеледі. Artificial Intelligence, AI. Жуырда жаңадан бір жасанды ақыл парасат жүйесін жасап шықты. Білесіздер ме? Мына қазір әлемде мына IT саласында қызығатын жұрттың бәрі айтып, ойбай деп шулап жатыр. Жаңадан бір ақыл парасат жүйесін жасап шықты. Білсеңіздер, астына жазыңыздаршы. Астына жазыңыздар. ChatGPT деген. Қадыл бақыт, рахмет. Көзің ашық, көкірегің ояу бала екенсің. Рахмет. Міне ChatGPT деген. Ал бұл ChatGPT шыққан кезде бүкіл Google, Yahoo, ана Microsoft'тың Bing, Қытайдың жаңа Baidu, орыстың Яндексі деп қалды. ChatGPT. Енді бұл ChatGPT-ің енді Құдай сақтасын, бұл бәле қазірге дейінгі біздің search engine, яғни іздеу engine-есі таппайтын, іздеуш, қазақша айта салайықшы, іздеуш, мен баяғыда бұған қазақша қойып қойғам. Search engine дегенге мен қазақша іздеуш деп қойғам. Сол іздеуштер таппайтынның бәрін табады. Бұның жасанды ақыл парасат болғаны, бұл енді сен мысалы, мына жүрек аурулары туралы бір диссертация керек десең, шығарып бере салады.
Маған мына Америкадағы трактордың бизнесі туралы ақ диссертация керек. Бірақ шығарып береді. Маған анализ жаса. 20 тонналық трактор қанша табады, 15 тонналық КамАЗдар қанша табады, 50 тоннадан жоғарғылар қанша табады. Маған статистика жасап бер, диаграмма жасап бер. Болды, айта салсаң болды. Сақ. Енді саған қатшы да керек емес қой. Мына Нью-Йорктағы үй нарығында 2 бөлмелі үйлер қанша, 3 бөлмелі үйлер қанша, Бруклиндікі қанша, мына Кюнстікі қанша, Манхэттандікі қанша, маған соның бәрін дәлелдеп, 1, 2, 3, 4 деп бағасының қымбатынан арзанына дейін дайындап қой. Оны сен қатшыға ақша беріп, адам жалдап тұрып ондай жасатасың статистика. Анау сақылдап істеп. Енді қазір мынау не болып бара жатыр? Енді ғылыми зерттеу, статистика жасау, анализ жасау. Бұл не болып кетті енді ары қарай? Бұл енді сұмдыққа бара жатыр. Бұл даму қарасаң шынында даму керемет. Бірақ енді біз баяғыдағы сол жаңағы ат мініп, қымыз ішетін заманымызды сағынатын сияқтымыз. Статистикаңда құрысын, ол сол Google'ыңда жоқ, Yahoo'ыңда жоқ, Microsoft'ың Bing'де жоқ, әзірге ChatGPT'де жоқ. Ол заманда Google кім еді? Жеңгелеріміз болатын. Менің жеңгелерім ғана ма, сіздердің жеңгелеріңіз де солай ма? Әзір ана пәленше мен түгенше қалай болды десең, ол жеңгеміз оның өткені, бұрынғы орта мектеп кезінде кіммен хат жазысқаны, университет бітіріп жүріп, кіммен жүріп, содан кімге тигені. Бірақ ол қашан ол тиіп алғанмен, қашан қай кезде қанша көйлек әпермегені бола, қанша рет ренжіскенде дейін архивтеп беретін жеңгелер бар ғой. Тізіп береді. Ана бір қызды сұрай қалсаң болды. Ана пәленшенің қызы қалай десеңіз, бітті. Сақ тізіп береді ғой. Ана дүниеге келген кез қайсы докторханада туды, кіндігін кім кесті. Әй, соның кіндігін кескен пәленше деген көк біткен пред, сол қатын дұрыс емес, ана кіндік шешесіне тартады деген ана қыздың мінезі дұрыс емес. Анализ жіберіп қояды ғой. Енді оның бәрі жұмыссыз қалады екен. Енді қазір мына ChatGPT, Artificial Intelligence'тер шықты. Енді керек жоқ. Ғылым, білім бәрінен. Бұл енді сұмдық болып жатыр. Енді қазіргі бұл әңгіме дүние жүзі өстіп, дамып, өстіп кетіп бара жатқан кезде, Америка осының бәрінде алдыға шығып, айғайлап тұрған кезде, мына шар мәселесі шығып, Америкада енді әскери мамандар, біз Artificial Intelligence'ке шығып, арғы кеңістікке жасанды жер серік жіберіп, Еленмәсік өзі үшіп өзі қайтып келетін ракета ойлап тауып, өзі үшіп өзі қойып, бүкіл жер бетіне Wi-Fi тарататын Starlink'ті шығарып, бір Еленмәсік жекеменшік компанияның жекеменшік қожайыны Путинге айтты, сен бір ракета ұшыршы, мен көрейін сенің кеңістікке шыққанын деп, Еленмәсік Путинге челлендж жасады. Еленмәсік айтты, сен бір ракета ұшыршы деді, атом ракета. Соның кеңістікке шыққанын көрейін деді. Неге? Бүкіл кеңістік Еленмәсіктің қолында. Еленмәсік былайша айтқанда жер шарын бүйтіп қолымен бүйтіп ұстап алып отыр ғой. Жер шарын бүйтіп қолына бүйтіп ұстап алды Еленмәсік. Мына адам асып бара жатыр да. Адам асып бара жатыр.